Қанша жерден білімді болсаң да, егер адамдықты, сыйластықты, қарапайымдылықты білмесең, сенің біліміңнің құны жоқ. Нағыз білім тек кітаптан алынған ақпарат емес. Ол жүрекпен сезіну, адамдарды түсіну, өмірдің мәнін ұғыну. Ақылды болу оңай, бірақ парасатты болу үлкен өнер. Көп оқығаныңмен, көп білгеніңмен мақтану надандықтың белгісі. Өйткені шынайы дана адам өзін емес өзгелерді тыңдайды, өзін жоғары қоймайды. Егер сен өзіңді бәрінен ақылды санасаң, демек сен әлі ештеңе түсінбегенсің. Адамның білімі емес мінезі сөйлейді. Кітапта жатқа білгенмен біреуге мейірім көрсете алмасаң, үлкенді құрметтеп, кішіні сыйлай алмасаң, сенің білімің бос әурешілік. Нағыз даналық қарапайым бола білуде. Өмірде ең қауіпті надандық. Білмеймін деп айту емес, білмесең де білгендей сөйлеу. Көп адам осы қателіктің құрбаны. Үндемей үйренген адам ертең биікке көтеріледі, ал бос сөйлеген адам сол орнында қалады. Білім адамды биік етеді, бірақ тәрбиесіз білім қауіпті қару. Егер адам жүрегін тәрбиелемесе, алған білімі өзіне де өзгеге де зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан ең алдымен адам болуды үйрену керек. Нағыз ақылды адам әрдайым үйренуден жалықпайтын адам. Ол өз қателігін мойындайды, өзгеден үйренеді, өмірден сабақ алады. Ал надан адам өз қателігін де, кемшілігін де көрмейді. Егер сен өмірдің қарапайым ақиқаттарын түсінбесең, қанша диплом алсаң да, сен әлі жолдың басындасың. Өмірді түсіну ең үлкен ғылым. Білім адамның басын көтереді, бірақ кішіпейілділік оның қадірін арттырады. Егер сен білімді бола тұра қарапайым болуды ұмытсаң, сенің биігің тек сыртқы көрініс қана, ал ішкі дүниең бос күйінде қалады. Көп нәрсені білу даналық емес, білгеніңді орнымен қолдану, үнсіз жерде үндемеу, керек жерде сөйлеу. Міне нағыз парасат осы. Өйткені ақылды адам сөзін емес, орнын біледі. Адамды білім емес түсінік өсіреді. Біреу 100 кітап оқиды, бірақ өмірді түсінбейді. Ал біреу аз біледі, бірақ жүрегімен сезінеді. Сол себепті сезімсіз білім құрғақ ағаш сияқты жеміс бермейді. Надандық білімнің жоқтығы емес, ол ақиқатты қабылдамау. Көп адам шындықты естігісі келмейді, себебі ол өзіне ауыр тиеді. Ал дана адам шындықты ауыр болса да қабылдайды. Ең үлкен білім өзіңді тану. Егер сен өз мінезіңді, әлсіздігіңді, қателігіңді түсінбесең, сен басқа ештеңені де толық түсіне алмайсың. Өзін тани алмаған адам өмірді де тани алмайды. Білімді адам әрдайым ізденісте болады, ал надан адам өз ойымен шектеліп қалады. Өсу үшін адам өзінен күмәндануды білу керек. Өзін толық білемін деген сәттен бастап адам тоқтайды. Сен қанша биікке көтерілсең де, егер жаныңдағыларға құрмет көрсете алмасаң, сенің биігің жалғыздыққа апарады. Ал құрмет көрсете білген адам ешқашан жалғыз қалмайды. Ақыл жол көрсетеді, ал тәрбие сол жолмен дұрыс жүруге үйретеді. Егер осы екеуі қатар болмаса, адам адасуы оңай. Өмірдің ең үлкен сабағы қарапайым болуды үйрену. Себебі нағыз ұлылық айқайламайды, ол тыныш қана сезіледі.